Ваш-шамсу таджри ли-мустақаррин лаха. Күнде өзінің мәресіне дейін ғарышта жүзіп бара жатыр дейді. Ол кейінгі уақыттарда ана зерттеп күн деген қозғалып баратыр екен деген нәрселер 14 ғасыр бұрын пайғамбарымыз хат танымайтын пайғамбарымыз арқылы баяндап қойған. Ол жүріп баратыр деген жоқ, Алла Тағала. Ол жүзіп бара жатыр дейді. Қозғалыстың әрекеті сондай қашықтыққа қойған оны бізден. Бағана бізге жердің бетіндегі нәрселерді айтып жатса, енді жалпы жердің тіршілігін айтып жатыр. Жердің өзін тіршілікке сендерге қолайлы етіп жасап қойғанбыз. Ол үшін түн керек дейді. Ол үшін күндіз керек дейді. Қараңыз. Ол үшін күн керек дейді. Сол күнді қоя берген Алла Тағала жаратып. Қараңыз. Ешбір ғылым табамайды нүктесінің қай жерде басталып, қай жерде аяқталатын. Алла Тағала айналымға қойған, сол айналыммен кетіп отыр ол. Мысалы, мынау жаңағы көкжиек болса, мына жерден шықса күн жазды күні. Былай шығады ол. Былай барып, былай батады. Кетеді жақтан. Келесісінде бізде мынау бір миллиметр сияқты нәрсе, секунд уақытпен өлшеген кезде минут, секунд деген нәрселер бар ғой, мысалы. Ол дәлме-дәл нәрселер, ана келесі екінші айналым оған ұқсамайды ол. Оның бір жағында айналады. Бізде оны өлшемдер жаңағы үлгере алмай жатыр. Мысалы, біз анау намаздың кестелері деген нелер жазып шыққан кезде таблица, бізде байқайсыздар, кейбір жерде 3 күн ұқсап тұрады, кейбір жерде 4 күндік ұқсап тұрады бірдей. Ол бірдейлік жоқ о жерде, мүлде. О жақта минут, секунд, секундтың бөліктері кеткен. И ол дәлме-дәл солай кетеді. Мына жақтағы айналған нәрсені, мына жақтағы шыққанын мәшриқ деп атайды Құран. Шығыс. Сөйтіп бүйтіп кеп былай батқан кездеген ана жаңағы мағриб, батыс дейді. Көрдіңіз бе? Сөйтіп бұл жазды күні үлкен алады ғой. Жазды күні жаңағы күн ұзақ дегендей нәрселер, түні қысқа болады. Қысты күні оныкі айналымы мына жақта болады. Былай кеп батады да. Көрдіңіз бе? Сонда қарап тұрсаңыз, ана қысты күні түн бізде ұзақ болады да, күн қысқа болады. Сөйтіп жазды күнгі ең соңғы нүктесі, жаңағы ұзағына созылатын нүктесін, жаңағы сол кездегі бір батыс пен бір шығыс деп аталса, қысты күнгісін Алла Тағала енді Құранда не дейді? Раббул машриқойни вал мағрибайни деді. Екі батыстың, екі шығыстың Раббысы, екі батыстың Раббысы дейді. Сосын осының арасында да қаншама нәрсе жасалып жатыр сендерге деп. Мына нүктеден мына жақтағы шығыстан, мына жақтағы шығыстың аралығының барлығын күн жүзіп өтеді. Адам байқамай қалады бұны. Бүйтіп отырып жүзіп өтеді оны. Сөйтіп мынаның бүкілін толтырған кезде Алла Тағала айтады: Раббул машариқи вал мағриб. Батыстардың Раббысы, шығыстардың Раббысы дейді. Қаншама жұмыс жасалып жатыр. Осы күн, мына күн мен айды қарасаңыз, Алла Тағала Ибрахим сүресінде айтады: Васаххара лакумуш шамса вал қамара даибайни. Қай сәттен Алла қосты күнді жұмысқа, содан тоқтамаған екен әлі. Қараңыз қандай керемет. Даибайни. Еш тоқсаусыз күн мен ай жұмыс істеп отыр дейді. Тоқтаған жоқ дейді әлі. Міне. Алланың құдіреті қандай да. Сол күн, мысалы айтайық, қазіргі ғылымның зерттеп атқан, айтып атқан жағы бір нәтижелер ғой енді. Сонда мына бір күннің көлемі миллион жер сияды дейді ішіне. Бүгінгі күні бұлай зерттеп, мұсылман ғұламаларда келісіп, барлығы бір ауыздан кеп атқан нәрсе, бір сөз. Осындай зерттеудің нәтижесі 1 миллион жер сиып кетеді дейді бір күннің ішіне. Оны қараңыз қай жаққа апарып тастаған Алла Тағала. Сосын ол не әрекет қалмайды, не берекет қалмайды. Сенің жағдайың үшін дейді. Жердің тыныштығы бұзылып кетпеу үшін жүйесін үйретіп жатыр да. Сосын ол жанып отыр ғой ол. Біз отын тасып жүрген жоқпыз о жаққа.
Қысты күні мысалы көмір табылмай қалған кезде біз байқадық, биыл қыста мысалы көмір не болды, жаңағыда жетпей қалды, кейбіреулерде бұлар көрдік қой отын деген нәрсе не екен. Күнге тасыса не болар еді бізге? Өзі істеп тұр Алла Тағала. Бірақ соншалықты қауіпті дене ол. Түсінсіз бе? Қауіпті аспан денесі ол. Алып, от қой. Көрдіңіз бе қандай нәрсе? Бірақ бізге жылуы мен жарығын ғана сыйлап тұр. Сондай қашықтыққа қойып тастаған жақсылығы ғана келеді. Таңнан атқан кезде ең тез жылдамдық жарық жылдамдығы. Аз ғандай секундтың ішінде